Команда сәлем. Қазір мен сендерге wellness-қа подписка қалай жасау керектігін көрсетейін. Подписка не үшін керек? Өйткені біз егер подписка жасасақ, онда 3 каталог бойы продукцияны сатып аламыз, 4-ші каталогта ол бізге тегін келеді. Сол үшін подписка жасалынады. 4-ші затты тегін алу үшін. Енді оны қалай жасаймыз? Жеке кабинетімізге кіреміз, заказы деген разделға кіреміз, подписка wellness деген бар. Так, енді менде мында көрдіңіз ба, подписка уже тұр. Мен мынаған бассам, мында көрініп тұрады. Сухая смесь для коктейля подпискам бар и wellness пэгім бар. Енді жаңа подписка маған керек болса, мен оформить дегенге басамын. Астында мындай список шығады, қандай заттарға подписка жасауға болады. Мысалы, супты таңдайық. Суп, енді сохранить деп басасыз. Сохранить деп басамыз, міне мына жерде тұр бірінші болып. Мынаған басақ, міне көресіздер, иә? Суп 4-еу. Бірінші каталогта ақшамен келеді, екінші ақшамен, үшінші ақшамен, 4-ші каталогта тегін келеді. Енді заказ жасағанда бұның кодын термейсіздер, ол автоматически қосылады. Міне қараңыздар. Мен продолжить деп басамын. Продолжить деп басқанда менде подписка жасаған заттарым автоматически өздері қосылады. Так, міне автоматическое вложение. Көрдіңіз бе, жаңағы суп, сосын менің коктейлім и менің витаминым. Енді егер сізге подпискадан отказ жасауға керек болса, тура солай заказы подписки wellness разделға кіресіздер. Қазір мен мысалы супты алып тастаймын. Тура солай кіресіздер, мынаған басасыз, міне суп. Енді удалить деймін да, и ол подписка менде кетіп қалады. Не осылай подписка жасаймыз.